Сәлем достар, бүгін біз сіздерменен бірге барыс жылына арналған барыс тортын әзірлемекпіз. Бұл өте сондай жұмсақ әрі нәзік болып шығатын, дәмі өте ерекше, кереметтей болып шығатын торттардың бірі. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше достар, ең алдыменен біз бөлме температурасында тұрған айранымызға сұйық майымызды құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Осылай біркелкі болғанша араластырамыз. Оны үй жағдайында жасалған, сәбізден жасалған пюренің үстіне қосып, тағы да бірге шайқаймыз. Менің каналымда дәл осы сәбізден жасалатын пюренің рецептісі бар, міндетті түрде описаниеге жазылған ссылка бойынша кіріп көрсеңіздер болады. Енді оның үстіне біз ашытқымызды қосып, тағы да жақсылап шайқаймыз. Ендігі кезекте біз құрғақ ингредиенттерімізге көшеміз. Біздің дайын тұрған ситадан өткен ұнымыздың үстіне содамызды қосып, біркелкі қылып араластырып қоямыз. Таза ыдысымызға жұмыртқамызды құйып, үстіне шым-шым тұзымызды сеуіп, шекерімізді саламыз. Барлығын жақсылап миксерменен араластырып аламыз. Бұл қоспамыз міндетті түрде аппақ болып көпіргенше шайқап аламыз, себебі біздің жұмыртқалы массамыз пешке салған кезде әдемі болып көтерілуі қажет, сол себепті көпіргенше аппақ қылып шайқаймыз. Оның үстіне дайын тұрған біздің құрғақ ингредиентімізбен сәбізден жасалған массамызды осылай рет-ретімен кезегімен құйып отырып, барлығын бірден құймаймыз, аз-аздағын мөлшерден құя отырып, миксерменен араластырып отырамыз. Бұл барыс торты өте сондай нәзік, жұп-жұмсақ, дәмі өте ерекше болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді осы дайын болған қоспамызды біз аздаған мөлшерін 3-тен 1 бөлігін алып, үстіне біздің какаомызды салып, тағы да шайқап аламыз. Диаметрі 24-25 см болатын кальциомызды алып, оның астына ең бірінші пергамент қағазын орнатамыз, оның сыртынан фольгаменен орап, жақсылап қымтап аламыз. Формамыздың ішіне алдыменен қою түсті, қоңыр түсті қоспамызды құйып, содан кейін ашық түсті массамызды рет-ретімен зебра тәрізді етіп құйып шығатын боламыз. Мінекей достар, біздің коржымыз дайын болды. Оны осылай шпажка таяқшасы арқылы тексеріп алсаңыз болады. Өте әдемі болып көтеріледі, сондай жұп-жұмсақ, өте томпақ болып көтеріледі. Мінекей достар, мен толығымен суығанын күту үшін осылай сетканың үстіне қойып қоямын. Енді корждарымызды мен 3 бөлікке бөліп алдым. Тортты жинауға кірісеміз. Тортымызды жинау әдісі өте оңай, қарапайым түрде. Осылай біздің формамызға салып, рет-ретімен алдыменен коржымызды, одан кейін кремімізді жағып, осылай кезек-кезегімен орналастырып шығамыз. Қараңыздаршы, біздің коржымыз өте сондай әдемі қалыпта піскен, түсі де өте ашық және жұп-жұмсақ болып шығады. Мен кремнің жасалу жолын, рецептісін міндетті түрде описаниеге қалдыра кетемін, сілтемесін орнатып қоямын, сол арқылы сіздер кремді қалай жасалу жолын толығымен көріп, дәл осы креммен жасап көрсеңіздер, торттарыңыз өте жұп-жұмсақ, әдемі болып шығады. Корждарды осылай жинап болғаннан кейін мен тоңазытқышқа 30-40 минуттай ұстап сақтадым. Осылай кремі толық сіңгеннен кейін біз жан-жағын кремменен формасын келтіретін боламыз. Осылай тортымыздың формасын дөңгелекше етіп жасап аламыз. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай қиыншылығы жоқ, өте оңай. Бұл крем өте жақсы сақтайды формасын, міндетті түрде дәл осы креммен жасап көріңіздер. Дәмі де өте ерекше.
сілтемесін описаниеге жазып қоятын боламын. Тортымыздың бір коржын алып, осылай үгітіп алып, сыртының жан-жағының барлығын орналастырып шығатын боламыз. Достар, міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Торттар өте дәмді, керемет болып шығатын болады. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, колокольчик басуды ұмытпаңыздар.